Қанпейіс атамыздың Хасен, Қамаш, Құсайын атты балаларынан алғашқы немересі Ораз атамыз 1923 жылы 15 мамырда Семей облысы Абырал ауданы Қайнар селосында дүниеге келген. Құсайынов Ораз атамыз 3 жасында анадан, 5 жасында әкеден ерте қалады. Ата-анадан ерте қалған атамыз ағайын туыс арасында, кейін балалар үйінде тәрбиеленіп есейеді. Қайнар селосында 10 жылдықты аяқтағанда ұлы отан соғысы басталып, әскерге шақырылады. Әскери қатарға жасы толмағандықтан әскери училищеге алынып, жас жауынгер дайындықтан өтеді. Офицер атанып, 1942 жылы 145-ші атқыштар полкының миномет санақ командирі шенінде Москва түбіндегі шайқасқа аттанады. Атамыздың соғыстағы тарихы осылай басталып, Украина, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыниядағы жанкешті ұрыстарға қатысады. Бірнеше жарақаттар алып, әскери госпитальда аз кем емделіп, қайтадан ұрыс алаңына оралыпты. Ұлы жеңісті атамыз Чехословакия орманында қарсы алады. 1945 жылы Кеңестік информбюроның ресми хабарлауымен кескілескен ұлы отан соғысы ресми түрде аяқталды деп хабарланады. Алайда атамыз сол жылы полкты басқарып, мыңдаған қаруластарымен қиыр шығыстағы жапондықтарды азат етуге аттанады. 1946 жылдың көктемінде қырғын соғыстан аман-есен гвардия лейтенанты шенімен елге оралады. Елде Қамаш атамыздың үйіндегі үлкен әжеміз қарсы алады. Туған елге оралған соң Нұрышева Мәшкен әжемізбен отбасын құрып, шаңырақ көтереді. Бейбіт еңбектің қадірін білетін майдангер, өмірдің ащы тұщысын ерте татып, ерте есейген атамыз соғыстан кейінгі қираған елді қалпына келтіруге атсалысады. Атамыз Абыралы ауданы Қайнар селосында саяси жетекші, социалистік шаруа газетінде жауапты хатшы қызметінен бастап, аудандық партия комитетінің бөлім меңгерушісі болып жұмыс істейді. 1959 жылы Қызылту совхозы, қазіргі Тоқтамыс ауылының партком секретары болып, совхоздың құрылуына көп үлес қосады. Кәсіподақ басшысы, ферма меңгерушісі, сауда саласының басшысы болып та қызмет атқарады. Әжеміз соғыс жылдары аудандық әйелдер бөлімін басқарып, жеңіс үшін деген ұранмен ауылдағы елге ұйытқы болып еңбек етеді. Абай ауданында аудандық газеттің корректоры болып, байланыс бөлім басшысы болып та қызмет атқарады. Ал 1974 жылы Семей қаласына қоныс аударады. Семей қаласында құрастырмалы темір бетон бөлімі басшысы болып жұмыс істейді. 1983 жылы зейнет демалысына шығады. Атамыз бен әжеміз бармын деп тасымайтын, жоқпын деп жасымайтын, мейірімді, туған туысқа қамқор жандар еді. Бүгінде біз ата әжемізді елге сыйлы, еңбек пен адамгершілікті өнеге еткен, салмақты, сабырлы, білікті жандар болғанын білеміз. Атамыз бен әжеміздің ізгі жолы бізге, немере шөберелеріне өнеге. Атадан мал қалғанша тал қалсын деген даналық сөз бар. Бүгінде 7 баладан тараған шөберелерінің алды жоғарғы оқу орнын бітіріп, немерелері қоғамның түрлі салаларында, атап айтқанда медицина, педагогика, заңгер, ұлттық телеарнада, дизайнер, қаржы, геодезия, тағы басқа салаларда жұмыс жасап, егеменді елімізге еңбек етіп жатыр. Біз кісіліктің ізгі жолын сіздерден үйрендік. Сіздердің рухтарыңызға бас иіп мақтанамыз.
Атамыздың сендерге өмір соғысты көрсетпесін, бейбітшілік өмір болсын деген баталы сөздері қабыл болсын дейміз.